Бүгінгі сабақта форматталған жолдар, яғни formatted string туралы үйренеміз. Форматталған жол бізге айнымалы және жолдар комбинациясын шығаруға арналған ыңғайлы құрал. Негізінен айнымалы мен жолдар комбинациясын біз конкатенация қосу немесе үтір арқылы шығаруға да мүмкіндігіміз бар. Мысалы, бізде келесі айнымалы берілсін x тең 5. Ал біз экранға келесі сан x-тің мәні және де леп белгісін шығаруымыз керек. Ол үшін біз келесі екі код үлгісін пайдалана аламыз. Біріншісі үтір арқылы, екіншісі конкатенация арқылы жолдар комбинациясын шығару. Бірақ та біздің қолданатын string мәліметіміз үлкейген сайын бұл қосу, үтір және де тағы да басқа символдарды қайта жазу бізге ыңғайсыз болады. Сондықтан біз форматталған жолдарды қолдануымыз керек. Ол үшін print f тырнақшаларды ашып келесі сан, ал айнымалы қоятын жерге фигуралық жақшаларды ашып ортасына айнымалымызды қойып қойсақ болады. Енді кодты жүргізіп көрейік. Міне осылай біз форматталған string арқылы айнымалыларды және жолдар комбинациясын оңай шығаруға мүмкіндігіміз бар.